Сәлеметсіздер ме оқушылар, математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Балалар, сабағымыздың мақсаты 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға, яғни жазбаша түрде бағандап бөлуді үйрену. Балалар, ол үшін бізге алгоритмді білуіміз керек. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу, бұл 2 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлуге өте ұқсас келеді. Дәл солайша алдымен бағандап жазып аламыз. Мысалы, 486-ны 2-ге бөлуім керек. Осылайша бағандап жазбаша жазып аламыз. Одан соң жүздіктерді бөлемін. Жүздігі 4. 400-ді 2-ге бөлгенде 2 шығады. Одан соң көбейтеміз. 2 жердегі 2 4. 4-тен 4-ті азайтамыз. 0. Енді ондықтарды бөлемін. Яғни 8-ді, 8 ондықты астына жазып алам түсіріп. 8-ді 2-ге бөлгенде 4. 4 жердегі 2 8. 8-ден 8-ді азайтамыз. 0. 6 бірлікті төмен түсіремін. 6-ны 2-ге бөлгенде 3 шығады. 3 жердегі 2 6. 6-дан 6-ны азайтқанда балалар 0 шығады, көрдік пе? Осылайша қалтықсыз 0 болғанша бөле береміз. Енді ең соңында жауабын оқимыз. Өрнектің мәні 243-ке тең. Балалар, енді өзі мысал келтірейін. Мысалы, балалар, 693 дейік. Оны бөлеміз 3-ке. Қараймыз. 6 жердегі 3-ім 6-ны 3-ке бөлгенде 2. Яғни 2 жердегі 3-ім 6. Азайтамын. 0. 9-ды төмен түсіремін. 9-ды 3-ке бөлгенде 3. 3 жердегі 3-ім 9. Азайтамыз. 0 шықты. Енді 3-ті түсіремін. 3-ті 3-ке бөлгенде 1. 3 бірім 3. 3-тен 3-ті азайтқанда 0 шықты. Өрнектің мәні 231-ге тең. Өте оңай, мінеке. Балалар, оқулықтағы номері 1 және номері 2 есептерге назар аударамыз. Бұл жерде Архимедтің бейнесін көріп тұрмыз. Архимед фигуралардың ауданын есептеудің ортақ тәсілін ойлап тапты. Яғни, фигуралардың тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтетін формула S тең А көбейту В түріндегі формуланы ойлап тапқан адам. Енді балалар, кесте бойынша, егер ұзындығы 12 см белгілі болса, ені 8 см белгілі болса, ауданын қалай табамыз? Есеп құрастыр дейді. Тік төртбұрыштың ұзындығы 12 см, ені 8 см, ауданы қанша? S тең А көбейту В тең 12 көбейту 8 тең болады 96 см квадрат. Осылайша шығарамыз. Екінші тапсырмада бұл жоғарыда түсіндірілген 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлудің алгоритмі жазылған. Өзіңіз жақсылап оқып ала қойыңыздар. Балалар, номері 3-ші тапсырма, біз өрнектерді баған түрінде жазып және есептеуіміз керек. Ол үшін баған түрінде жазып аламыз. Сіздерге үлгі ретінде торкөздерге қалай жазу керектігін жазып көрсеттім. 848-ді 4-ке бөлуді. Міне осыған қарап, өз бетіңізбен жаза қойыңыздар. Бұл жердегі балалар 212. 2 деген сан түспей қалыпты. Өздеріңіз жаза қойыңыздар. Балалар, номері 4-ші есепке назар аударамыз.
Оқушылар үйінде математика үйірмесіне 639 оқушы, ал шахмат үйірмесіне одан 3 есе кем оқушы қатысады. Шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады? Бұл жерде сұрақтарды шатастырмауымыз керек. Бірінші сіздерге айтады. Математика үйірмесіне 639 оқушы. Ал шахмат үйірмесіне қанша екен белгісіз, 3 есе кем. Яғни осы жерден біз шахмат үйірмесіне қанша оқушы қатысатындығын бірінші амалда тауып алсақ болады. 639-ды 3-ке бөлеміз. 213 болады, солай ма? 213. Енді шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады? Яғни бір нәрсенің екінші нәрседен қаншасы кем екен білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни математика үйірмесіне қатысатын 639 оқушыдан азайтамыз шахмат үйірмесіне қатысатын 213 оқушыны. Сонда шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысатындығы белгілі болады. Жауабын толық жаза қойыңыздар, шешуін өз бетіңізбен жаза қойыңыздар. Номері 5-ші тапсырма 62-ші бетте. Бағандап жазамыз осылайша. Көбейтулерді бір жерге, бөлулерді бір жерге жаздым. Осылайша үлгіден қарап жаза қойыңыздар. Көбейтуден бір мысалды, бөлуден бір мысалды шығарып көрсеттім. Үлгіге қарап, балалар, өз бетіңізбен жаза қойыңыздар. Балалар, оқу тапсырмасы, яғни үйге тапсырма. 16-шы есептің А бөлігі. Көрсетілген массаны жинау үшін қай кіртасты және оны нешеуін алу қажет? Балалар, бұл жерде шұжық берілген, ірімшік берілген және алма берілген, солай ма? 870 грамм шұжықты есептеу үшін мен бұл жерде 500 граммдық кіртасын, 200 граммдық кіртасын және 100 граммдық. 500 қосу, 200 қосу 100, бұл 800 болды, солай ма? Енді 870 керек бізге, 70. Ол үшін 50 мен 20-ны алсам болады. Мінеке барлығын қосынды ретінде жазып көрсеттім. Енді сіздерге 785 грамм табу керек және 355 граммды табу керек. Өте оңай. Балалар, бүгінгі сабақты жақсы меңгердіңіздер деп ойлаймын. 3 таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлуді енді орындай аласыздар, солай ма? Жарайсыңыздар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.